Сәлем достар, сіздермен бірге топ қазақ арнасы. Бүгін біз сіздерге бұрын әлемде өте қатты танымал болған адамдардың қазіргі таңдағы ұрпақтары туралы айтатын боламыз. Ендеше видеомызды бастаймыз, ал сіздер лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Крис Эванс бұл әйел Сталиннің немересі болып саналады. Яғни Сталиннің жалғыз қызы Светлана Аллилуеваның қызы. Оның шын аты Ольга Питерс, бірақ кейіннен ол өз атын өзгертуге мәжбүр болып Крис Эвансқа айналады. Ол қазір ақш-та тұрады, Орегон штатында. Ол орыс тілінде білмейді, және де көп уақыт бойы өзінің отбасына неге осыншама папараццаның назары көп ауатынын түсінбей келген болатын. Тек қана жасөспірім шағында ол өзінің атасы туралы білген болатын. Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина. Комик Чарли Чаплиннің немересі. Ұлы комиктің немересі атасына қарағанда басқа жолды таңдап, драмалық бағытқа көңіл бөлген. 34 шақты фильмдер мен сериалдарға түскен. Солардың ішінде Тақтар ойыны сериалындағы Талиса Мейгердің және де Шерлок Холмс сериалындағы Холмстың сүйіктілерінің бірінің рөлін ойнаған болатын. Айтпақшы, Чарли Чаплиннің тағы бір немересі бар, Джеймс Террие. Ол өзінің атасының артын қуды деуге болады. Акробат, музыкант, актер, режиссер. Оның ата-анасына келетін болсақ, анасы Чаплиннің қызы Виктория болса, әкесі Жан-Батиста Террие. Александр Цой, Виктор Цойдың баласы. Ол Виктор Цойдың жалғыз ұлы, және де қазіргі таңдағы жасы 33-те. Өзі жалпы жан-жақты адам. Дизайн, журналистика, тіпті бағдарламалармен де айналысқан. Бірақ көп адамдардың көзіне түскенді ұнатпайды. Қазіргі таңда ресейлік Ронин атты рок-группаның солисті болып саналады. Бенджамин Пресли, Элвис Преслидің немересі. Көптеген фанаттар Элвис Пресли тірі деген кезде, олар оның немересінің суретін көрген болар деп ойлайсыз. Себебі Бенджамин өзінің атасының аузынан түсіп қалғандай айнымай қалған. Бенджамин де өзінің атасының жолын қуып музыкамен айналысуда, бірақ әзірге атасының деңгейіне шыға қойған жоқ. Палома Пикассо, атақты суретші Пабло Пикассоның қызы. Палома да өзінің әкесінен кемдік емес. Ол атақты Тиффани әшекейлер үйінің атақты белді дизайнерлерінің бірі болып саналады. Сондай-ақ өзінің «Аморальная история» атты фильмге түсу арқылы танымалдылыққа ие болған болады. Бернард Сизер Эйнштейн, внук Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейннің немересі. Жалпы ғылыммен, физикамен, немесе тарихпен аз да болса таныс адам болса, Альберт Эйнштейн туралы және де оның физикаға еткен еңбегі туралы білмей қоймасқа болмас. Бернард та атасының жолын қуып ғылыммен шұғылданады және де өзінің атасы сияқты музыканы жақсы көреді. Сондай-ақ ол Американың қарулы күштеріне де жұмыс істеген болатын. Сондағы қаруларды жетілдіруге көмектескен. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, біздің арнаны қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Топ Қазақ арнасы. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Топ Қазақпен бірге топта болыңыздар.